Қайырлы күн оқырмандарым, бүгін сіздермен асқабақ қосылған пирог дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін сары майымызды салып миксерлеп аламыз. Және де 2 ас қасық қантымды қосып, тағы да миксерлеп алатын боламын. Содан соң үстіне бір жұмыртқамды жарып салып, тағы да миксерлеп аламын. Келесі кезекте үстіне бір ас қасық қаймақ және де алдын ала електен өткізілген ұнымды қоса отырып, шүп-шымсақ қамыр илеп аламын. Илеп алған қамырымды салафанға салып 30 минут тоңазытқышқа қалдыратын боламын. Келесі кезекте мен салмамды дайындайтын боламын. Ол үшін ең алдымен асқабақты турап дайындап аламын. Содан соң кастрюльге салып, үстіне суымды құйып, отта жақсылап езілгенше пісіріп аламын. Міне асқабақта пісіп дайын болды. Ыдысыма түсіріп, және де жақсылап түйіршік қалмайтындай болып езіп алатын боламын. Содан соң мен тағы да асқабағымды ешқандай суын қалдырмай, осылай сүзгінің көмегімен сүзіп алатын боламын. Келесі кезекте суып болған соң үстіне 2 жұмыртқамды жарып салып, жақсылап венчикпен араластырып аламын. Келесі кезекте үстіне 100 грамм сгущенный молокомды құйып, араластырып аламын. Содан соң үстіне бір ас қасық картофельный крахмал және де 1 шай қасық корица және де түсін келтіру үшін 1 шай қасық куркумамды қосып жақсылап араластырамын. Егер де дәмі тәтті болмай жатса, тағы да 2 ас қасық қант қоссаңыздар болады. Және де келесі кезекте қамырымды дайындап аламын. Ең алдымен осылай оқтаудың көмегімен жақсылап жайып, қалыпқа орналастырып аламын. Жақсылап орналастырып болған соң үстінен вилканың ізін осылай қалдырып шықсаңыздар болады. Және де жаңа дайындап алған салмамды үстіне құйып 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз да пісіп дайын болды. Әдемілігі үшін осылай үстіне жапырақтарды қойып, және де сахарный пудраны сеуіп шығатын боламын. Сонда өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздер де осы рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Егер де рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.